әке тастама. Қашан келсем де осы сенің қыңқыл-сыңқылың, шаршатты әбден. Не деп мазай бересің? Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда. Ішің пысқан қатынсың тек. Сенің өміріңе жете алмай жүрген қаншама адам бар. Деп үстел басын бір қойған Айболдың айқайы есік аузында тұрған кішкентай Мерейдің жүрегін селт еткізді. Маған сенің ақшаң, атағың керек емес. Бізге де көңіл бөл. Қашан соңғы рет отбасыңмен болдың? Таң ата кетесің, жатар орынға келесің. Деген жазирада қалыспай бажылдасып жатыр. Бұл күнделікті үйдің үлкендерінің басы қосылса болатын сөздері. Айқай шуы. Айболдың 2 қызы, 1 ұлы бар. Өзі таңнан кешке дейін жұмыста. Қатарынан төмен қалғысы келмей күндіз түні жұмыс жасауда. Алайда үйде бала шағамен отырған Жазираның да көңілі жарым. Күйеуінің көңіл бөлуін қалайды. Жазираның жұмысы балаларды сабаққа, үйірмелерге, балабақшаға апару, үй шаруасымен айналысу ғана. Құрбыларымен де тұрмысқа шыққалы қоштасқан. Ара-тұра тумаластарының той-томалағына барғаны болмаса, көп уақытын тек үйде өткізеді. Ақшасы бар дегені болмаса, Айбол Жазираға артық ақша берген емес. Өзін зынданда отырған ханшайымдай, не тордағы құстай сезініп, кейде күйеуіне күңкілдейтіні бар осылай. Үлкен, ес білген ұлы мен қызы үшін бұл ұрыс үйреншікті болып кеткен. Мән берместен, тағы бастады ма, дегендей бір-біріне қарап, иықтарын қиқаң еткізіп, ойнап отыра береді. 3 жасар Мерей есік аузында жылап тұр. Қатты дауыс мұның құлағының жарғақшасын жарып жіберерде құңғырлап кетеді. Ондайда 2 құлағын жаба салып жерге отыра кетіп жылай бастайды. Оған көңіл аударып жатқан әке мен ана жоқ. Жап дедім аузыңды, деп орнына түрегеле Жазираның жағынан шоқпардай алақанымен қысып ұстап, өшірініңді, деп шоқпардай алақанымен Жазираның жағынан ұстап тұрып, итеріп жібергенінде, шкафқа басын ұрып, талықсып құлап кетті. Өй сендер де бір, басыма бәле болдыңдар ғой, бір демалуға келгенде осы, күңкіл-сұңқыл деп. Жазираның үстінен аттап өтіп, үстелдегі темекі, телефонын және көліктің кілтін алып шығып кетті. Папа, кетпеші, деп 3 жасар Мерейдің бала жүрегі әлденені сезгендей балағына жабысып еді. Аяғын бір сілкіп тастап, есікті тарс жауып шығып кетті. Есіктің қатты тырсылынан есін жиды ма, әлде уақытша талықсып өз-өзіне келді ма белгісіз. Жазира, басымай, деп зорға күбірледі. 3 перзенті біреуі су беріп, біреуі басынан аққан қанын сүртіп, кішкентайы аяғынан құшақтап отыр. Қорықпаңдар, кәне тұрыңдар, мен бетімді жуып келейін, деп тұра берген еді, басы айналып кетті. 2 үлкені сүйеп, жуынатын бөлмеге апарды. Өз-өзіне келген Жазира балаларын ұйықтатып, күйеуі Айболға хабарласа бастады. Арада 4 сағат өтті. Ол сол күйе қайта келмеді. Телефонына барып тұр, бірақ көтермейді. Айбол, қайдасың? Артық кетсем ренжімеші жаным. Мені де түсінші, көрген баққаным сен, сосын көп нәрсе талап ететін шығармын. Үйге келші, балалар шошынып қалды, деп хабарлама жіберді. Айбол бұл сәтте телефонға қарауға құлқыда болмай, махаббатқа мас болып жатқан еді. Я, көңілдес оттан ыстық, қала берді боқтан сасық деп қалай дәл айтқан. Уыздай жас қызды көргенде Айболдың есі ауып, осы маралды өзіне қаратқанша барын салған. Енді 3 перзентімен ыстық суығына шыдап, жастайынан бірге қосылған Жазирадан да артық көріп, осы жас иістің соңынан жүргені. Алайда Айбол маралдың бірінші жемтігі емес еді. Жазираның хабарламасын оқыған Айбол, деп бір мысқыл тартып телефонын лақтырып жіберіп, маралдың тамағына жабысты. Жас қыздың қылығына еліткен Айбол 3 баласында, адал жарында ұмытып, бір жола осы үйде қалды. Ешбір қоңырауына да жауап бермегесін, араға 3 күн салып Жазира жұмысына келді. Бір жағдайға ұшырап қалды ма, деп жанұшыра ойланып жетіп келген жұбайын селқос қарсы алған Айбол, не керек, деді алдындағы компьютерден басын алмай. Айбол қаладағы ірі бір мекеменің басшысы болатын. Қалайсың? Қайда жүрсің? Сені уайымдап, деген сөзін аяқтатпастан, уайымдамай-ақ қойшы. Бар, байсыз өмірге, балаларыңды әкесіз өмірге үйрете бер, деп телефоны мен көлігінің кілтін алып шығып кетті. Жазира тұрған жерінде сілейіп тұрып қалды.
Жүрегін тіліп, біреу тұз құйғандай көкірегі кернеп, іші ашып барады. Есікті ашып кеткен Айболдың кабинетінің есігін жабуға кірген хатшысы «Жазира әпке, сізге не болды?» деп сүйеп отырғызды, су берді. «Кім?» дейді сұраулы жүзбен Жазира. «Кім несі?» деді хатшысы да сұраулы. «Айболдың біреуді тапқаны бесенеден белгілі. Ол кім? Сен білесің ғой, айт маған». «Жазира әпке, айт», деді бар даусымен шыңғырып. «Мен сізді әпкемдей жақсы көремін. Бірнеше жылдан бері осында жұмыс істедім. Сіздің арқаңызда. Қолыңыздан дәмде таттым. Сізді сыйлаймын. Бірақ жұмысымнан айырылғым келмейді. Айта алмаймын, Жазира әпке», деді жыламсырап. Көзіне тіке қарап тұрып, «Мені олай сыйламай-ақ қой», деп сөмкесін жолына алып шығып кетті. Хатшы қыздың да жүрегі ауырып ұзақ ойланды. Қалаға ауылдан алғаш келгенде, базарда жүріп әмияның ұрыларға ұрлатып барар жер басар тауы болмай, аялдамада жылап отқан жерінен Жазира үйіне әкеліп, күйеуіне айтып жұмысқа тұрғызған. Алғашқы пәтер ақысында төлеп беріп, өзінің артық киімін беріп, тамаққа жиі шақырып, кейде той-томалаққа кетсе, осы қызға балаларын тастап кететін еді. Хадиша қыз бәрін ойлап жылап алды. «Жазира әпке болмағанда бұл жұмыста жоқ еді ғой», деп белін бекем буып, Жазираға әлгі салдақының мекен жайын жазып жіберді. Бұрындары гүлдерін, қымбат сыйлықтарын, тіпті түскі ас, кешкі асын Айбол осы хатшы қыз арқылы тапсырыс бергізіп жіберіп отырған. «Жазоққа айтатын болсаң, жұмыстан шығасың. Махаббат деген күш, сыр білдірме түш», деп қолымен аузын сырғандай белгі көрсетіп қарқылдап күлетін еді. Жазира мекен жай жазылған үйге келді. Көп қабатты үйдің екінші қабатына келіп есігін қақты. Қып-қысқа шорти, үстіне лямка киіп, шашын төбесіне буып алып, сағызын шайныңдап жас қыз ашты. Үйде музыка қатты қосылып тұр. Баса көктеп аяқ киіммен басып кірген Жазира ашулы еді. Әншейінде шашылған жерде отыра алмай балаларына айғайлап кететін Айбол «Мына үйде қалай отыр?» деп таңданып көзмен бір шолып шықты. Марал танып тұр. «Я, не керек?» дейді сағызын шарғылып үріп, қайта таңдайына салып жарып. «Ұялмайсың ба?» деді Жазира. «Неден?» дейді қос қолын көкірегіне қусырып жақындап келіп. «Шашыңды жұлып қолыңа берсе сендей салдақылардың. Айболдың отбасы бар екенін білмейсің бе?» деп еді. Сестричка, сен жақсы болсаң байың маған келмес еді. Басымды ауыртпай, хайбай давай», деп итеріп шығарып есікті жауып қойды. Туа бітті момын мінезі ме, әлде мына айтқан сөзге есеңгіреп қалды ма? Жазира еңіреп, аузына сөз, миына іс түспестен, аяғын санап басып төменге түсіп келеді. Көзіндегі жастан көз алды бұлдырап ештеңе көрінер емес. Ашудан, реніштен аяқтары да қалтырап өзіне бағынбайтындай. «Енді қайттым», деп қайта-қайта күбірлеп отырып үйіне де жетті. Ал бұл сәтте зәлім Марал өз-өзін жұлып Айболға «Қатының мені жұлып кетті», деп SMS жазған еді. Артынша зәлім қыз өз-өзін тырналап, лямкасын жыртып ас үйдің орындығында отырды. Шашын қолбыратып тастағаны тағы бар. Алып ұшып жетіп келген Айбол қойылымның куәсі еді. Көз жасын сорғалатып, «Менің бар жазығым сені сүйгенім, отбасыңа орала қойшы, маған тыныштық керек, көрші көлемге де масқара болдым», деп сыңсый жөнелді. Ашуға булыққан Айбол үйден атып шығып өз үйіне бет алды. Есіктен кірген бойы сол жердегі шкафта сілейіп отырған Жазира 1 сағатқа жуық уақыт отырыпты. Көз жасы тиылар емес. Бақытты шақтарын, төзіммен келген сәттерін ойлап отырған. Кенет есікті бар екпінмен жұлқи ашқан Айбол «Маралды неге ұрасың? Неге жыласың?» деп шашынан шап беріп ұстап жұлқылап жатыр. Әкелерінің даусын естіген үш балапан «Әке!» деп жүгіріп шығып, есік аузында сілейіп тұрып қалды. Оларға назар аударып жатқан әкесі жоқ. «Ендігәрі жолымнан кесе көлденең шығар болсаң, өз қолыммен буындырып өлтіремін, түсіндің ба? Маралдан да, менен де аулақ жүр», деп итеріп жіберді. «Әке, кетпеші!» деп жылаған үлкен ұлы қолына жабысты. «Әкесіз өмірге үйреніңдер», деп жұлқынып шығып бара жатқанда үш баласы үш жақтан «Әкешім, тастамашы,
Әке, кетпеші, әке, тастама, деп қатты жылап қалды. 3 баласын бауырына басып, Жазира да еңкілдей жылады. Маралдың діттегені орындалды. Арманы осы еді. Бір жолата көшіп келген Айболды өз дегенімен жүргізіп бастады. Алдымен көлігін сатқызды. Басқасын алайық, неше жыл болды айдағаныңа, деп жүріп, сатқызып басқасын алды. Өз атына жазғызды. Жан, не бопты? Менің атымда болсыншы, құрбыларыма мақтанамын ғой, деп назданып отырып айтқанын істетті. Бұл бірінші айырылған дүниесі емес еді. Анам ауырып жатыр, деп көлгірсіп көз жасын көл қылған соң, Айбол 5 миллион несие алып берді. Аты жаман ауру екен, Ресейге барып емдейміз, деп Марал кетіп қалды. Бұл уақытта Жазира қатты қиналды. Күйеуге тигесін оқуда жайына қалып, ешқашан жұмыс жасап көрмеген еді. 3 баланы асырау оңайға соқпайды. Анасына қасыма келіңіз, деп шақырған. Балаларыма қарайсыз, мен жұмысқа шықпасам қалай күнелтеміз, деген өтінішпен. Алайда онсыз да салы суға кетіп жүрген Жазираны анасы күнде мазасын алды. Алиментке неге бермейсің? Оқы дедім саған, байға тиіп шеке майың шылқ ете қалатындай асықтың ғой тегі. Деген сынды әңгімелермен күнде миын жеп, онсыз да өткеніне өкініп жүрген Жазираның көңіліне де өзіне деген өкпесін қоса берді. Ту, мама, не дей бересің? Алимент төлемесе қайтем? Ешбір танысым да жоқ, барып жатырмын ғой қайта-қайта сотқа. Әр нәрсені бір айта бермеңізші десе, әй, осы мінезіңді неге ана қатынға көрсетпейсің? Сүмелексің ғой, сүмелек. Бар әлің маған жетеді ғой, деп тыныштық бермей күнде ұрыс бола берді. Жүйкесі жұқарып жүрген Жазираға қазір балаларының аяғының тықырлағаны да, шулағаны да, жылағаны да жағар емес. Анасына, кете беріңіз, өзім бір нәрсе қылармын, деп қайта ауылына жіберді. Мектепке баратыны мектепке, кішкентайын балабақшаға беріп жұмыс іздеді. Арнайы білімі болмағанына, қыз баласы үшін бір жапырақ қағаздың осыншалықты маңызды, құнды болғанына сол кезде көзі жетті. Өкінгенімен кеш. Базар маңындағы асхананың біріне ыдыс жуушы болып орналасты. Бос уақытында аспазға көмектеседі. Басшысы жақсы әйел еді. Қалған тамақтарын балаларына деп беріп жібереді. Дегеннен ақ тірлікке ептілігін көрсеткен Жазираға бастығы өте көп көмектесті. Араға 6 ай салғанда бастығы баласының шақыртуымен басқа қалаға көшетін болды. Жазира, әпке, асханаңызды маған жалға беріңізші, ай сайын салып тұрамын, ештеңені құртпай күтіп ұстаймын, деді жыламсырап. Жаны ашыған басшысы, жарайды, саған сенемін, бірақ кейін сатамын дегенде босату керексің. Түсінбеушілік болмасын, деді. Жазира қатты қуанды. Басында барлығын жалғыз өзі жасап жүрді. Тамақты да өзі жасайды, ыдысты да өзі жуады. Үлкен баласы мектептен соң анасының қасына келіп, ол да бір қолғанат болып қолғабыс етеді. Ісі алға басып, ақша таба бастағасын, қасына көмекшілер алып, түрлі тәттіні де пісіріп сата бастады. Бұл күндерде уақытша екенін білген Жазира әрбір ақшасын тиындап жинады. Тиындап жинап, арзандау көлік алды. Қала ішінде тапсырыс берушілерге жеткізіп береді. Кейін ол асханада сатылып кетті. Үйінен тәттілер пісіріп сата бастады. Әрбір істің хайыры бар демекші, бұның да бір хайыры үлкен дәмханаларды жалға алып жұмыс жасай бастады. Бұл да 3 баланың несібесі болар деген Жазира күндіз түні тынбай еңбек етті. Құдай да қашанғы жылатсын, тасы өрге домалап, ескі көлікті жаңасына ауыстырды. Бұрынғыдай емес, еңсесін тіктеп, ойын ашық жеткізетін жайдары Жазираға айналды. Жазираның тасы өрге домалап жатқанда, Айболдың ісі кері кетіп жатты. Ресейдемін деген Марал, жан, ақша жетпей жатыр, сала тұршы, елге барғасын қайтарам, деп назданып телефон соғып отырды. Тұрып жатқаны да жалдамалы пәтер екен. Оның ақшасы бар, несиесі бар, өтірік мүләйімсіп алатын ақшасы бар. Бұрынғыдай емес, Айбол ақшасыз бола бастады. Енді арам жолмен ақша табуға кірісіп кеткен еді. Алайда ойы жүзеге аспай, пара алып жатқан жерінен ұсталып, жұмыстан статьямен шығып кетті. Көлікті өз атына жаздырып алған Марал
қайда барсаң онда бар, менің көлігім, деп келіп алып кетті. Өзі жұмыссыз, несиесі тағы бар. Көлігінен айрылғанда бармағын тістеуге кеш болған Айбол, «Ай, сен салдақы, сен сонда мені», деп ұруға ұмтылып еді. «Ұр, қолың тиіп көрсін, түрменің түбінде шірітемін, шірік», деп қайқаңдап шығып бара жатқанда ашуға булыққан Айбол бас салып тепкілей бастады. Жан ұшыра шыққан дауыстан жүгіріп келген көршілердің біреуі жедел жәрдем, біреуі милиция шақырып Айболды алып кетті. Марал кешірім бермей 5 жылға сотталып кетті. Ал 5 жылда Жазира нағыз бизнес ледиге айналған. Тәртібі үшін ертерек босатылған Айбол үйіне келді. Балаларын көріп, жасынан ерте қартайып кеткен Айбол ақ шашын сипап, көзінен аққан жасы ақ мұртына тамып жатты. Алайда ес білген үлкен ұлы, «Әке, тастамашы», деп жылағанда әкесіз өмірге үйреніңдер деп едіңіз. «Үйрендік, әке», дегенде еңіреп солқылдап жылады. Құшағын ашқанмен 3 баласы да құшақтамады. Жазира, «Әкелерің ғой, қандай болса да олай жасамаңдар», дегенмен бала жүректеріндегі мұзды еріте алмады. «Кездесіп тұр, араласып тұр, қарсылығым жоқ, бірақ енді мен сенімен бірге бола алмаймын, Айбол», деп қысқа қайырды. Статьямен шыққаны бар, сотталғаны бар, счеттарының бәрі аресте болғаны бар. Айбол қазір әр жерде нәпақасын табу үшін тиын-тебенге жалданып күн көріп жүр. Ал Маралдың келесі жемтігі кім екені беймәлім. Оның да сазайын алатын күні болатынына сенімім кәміл. Әрбір жетістікке жеткен ер азаматтың артында ақылды әйел тұрады. Ал жетістікке жеткен әйелдің артында еркектің сатқындығы бар, деген сөзге келіспеске амалым қалмағандай. Барымызды бағалайық. Соңы.